Azama, ya kalay үйленген айтса ya, брат, қалай нормально ма? Ой, ась үйленген кайф қой. Баяғыда үйлене салу керек маған ше. Жаным үйлен алшы, үйленші тез. Заман қалай 6 ай болды ғой. Мен әлі қыз таппай жүрмін, үйленген нормально ма негізі? Болады негізі. Үйлен ал, негізі жақсы ғой үйлен. Сол мен ойлап жүрмін. Я айтпақшы, Заманбек ел әдемі қыз тапты нормально. Сол үйленсек жақында. Қыз таптың дейсің ба? Үйленбе, ай, күшті ғой. Кайф, Так, балалар, 1-де 2, 2-де 1. Одан кейін графический диктант потом жазамыз. 2-де 2 координат табыңдар, 3-де 1 осы 4 есеп шығарғанға 5 қойылады. Білмегендерді сұраңдар, пожалуйста. Ағай, Не болды? мына бір бөлінген синус x-тің интегралы қалай болады, түсінбей отырмын. Қай есеп бұл? 3-те 1 жаңа соңғысы. Соны үй жұмысын алыңдар сендер. Сыныптағы жұмыс қой ағай, осы жерде шығарайық та сізбен. Қазір мен айтсам, сендер еңбектенуді қоясыңдар. Күн бойы сотка сендерде, соны шығарып келіңдер. Moving to the baseline. Заман брат, құтты болсын, үйленіп жатыр екенсің. Құтты болсын. Бізге де жұғысты болсын, дұрыс та брат. Қомашы брат. Не болды? 2 балам бар ғой? 2 баласы бар ғой, не қуып тұрсың? Онда Дархан екеуміз де жұғысты. Я қуып жатсың, кеше ғана үйлендім ғой мен. Бәрің үйленіп кеткенсіңдер. Габа, мен бойдақпын ғой. Сен үйленген ғой брат? Ажырасқан ғой. Базар. Аштың құшағы кел маған, сезіміңді берма. Мам, мен келдім. Как раз келгенің жақсы болды. Тамақ ішеміз, жүк тамақ ішеміз. Айбай. Не болды? Бағана сабақта отырғанда Олжас ұрған мені. Қай Олжас? Дәулеттің баласы ма? Иә. Өлең мынандай баладан тәрбиелеп жүрсің ба? Содан да қорқып жүрсің ба? Содан тәрбиелеп жүрсің ба? Наоборот, соны өлтіріп ұрмайсың ба, сабамайсың ба? Тепкіле. Қорқасың ба содан? Ой, чмо десе. Мам, Ау. сен ше Олжасты аямай сабадым. Ой, молодец. Айттым ғой мен саған саба деп. Бірақ мен мектептен шығарып жіберді. Не үшін? Директор келіп, неге ұрасың деп әңгіме айтып, директор тауып жіберді. Не үшін ұрасың енді оны? Өзі ғой. Неге енді басқа жаққа барып оқисың? Мынау сотқа шақыру. Не үшін? Участковый тауып жібердім. Есің дұрыс па не көріп жүрсің? Сіз айтқан бәрін ұр деп участковый тауып жібердім. Жақсы болыпты мен саған ұр деп. Шаман жететін қызбен жүргенде. Короче, бүгін мен достармен барып демалам. Қайда барып демалам, не ішем, не жейм, шаруам болмасын, түсіндің ба? Маған қайта звондай бер. Жан, бірақта. Никакой бірақта. Не мешай. Шаман жетпейтін қызбен жүргенде. Короче, тыңда, бүгін мен достармен қыдырам. Бармайсың дедім ғой, бармайсың ешқайда. Барыңшы, достарым көп. Только улыбай, сен не без олмасты победы. Өрме дедім. Өрем дедім мен, өрем дедім ба, өрем мен. Зәмзия өрме дедім мен саған. Өрем. Зымзия өрме дедім мен саған. Зымзия дедім, атын дұрыс амай, зәмзия дедім. Сен шура десе жақсы ма? Өрем мен. Мен саған жай сөзбен айтып атырым, өрме. Мен де саған жай сөзбен айтам, өрем. Мен оны досым деп жүрсем, таза малыхым бар ғой. Басын жұлып алам мен. Тұра тұршы, тыңдашы мен. Тоқташы, неге тұрам мен? Сабыр етші, тыңдашы мен. Қалай досың емесі? Нағыз досың сол сенің. Сен квартираны төлей алмай сандалып жүрген кезде. Сол кеп төлеп бермеді ма? Еще досым емес дейсің. Өткенде жаттың ауырып. Апта қасыңда болған жоқ па сол жігіт? Үйін көрген жоқ вообще. Сенің жанашырың нағыз сол. Қуанышың болсын, қайғың болсын, қасыңнан табылатын кім? Сол досың емес па? Всегда жанында жүретін. А сен кеп алып басын жылан бірдеңе дейсің. Ол наоборот, қай жерде отырайық сені мақтап жүреді. Абыройыңды асырып жүреді. Постоянно байқаймын ғой мен. Так что ашуға бой алдырма. Сенікі ұят вообще мына тірлігің. Қалай жаздай бауырым? Досым, Азаматпен Нұрбол ұрысқан. Қош? Екеуі жақсы дос еді ғой? Екеуін достастырайық та. Princesses go